Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында донер жасайтын боламыз. Лаваштың қамырынан және де таңғы асқа немесе түскі асқа тіске басар дайындаймыз. Өте дәмді шығады. Самса десек те болады. Алдымен қажетті заттарымызды турап аламыз. Сырымызды үкістен өткізсек те болады, немесе осындай майдалап турасақ та болады. Колбасамызды да турап аламыз, майдалап. Және де бір қызанағымызда 4 бұрышты етіп майдалап турап алатын боламыз. Барлығын турап болғаннан кейін лаваштың қамырын алып 3 бөлікке бөліп аламыз. Егер де рецептерім ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Лаваштың қамырын 3 бөлікке бөліп алғаннан кейін, бірінші болып колбасамызды саламыз, қызанағымызды үстінен салып, сырымызды салып, орайтын боламыз. Осылай 3 бұрышты етіп, шеттеріне шығып кетпейтіндей етіп, орап шығамыз. Барлығын дәл осы ретпен орап шығатын боламыз. 3 бұрышты етіп, шеттерінен шығып кетпесін. Енді табамызға майымызды құйып, қызғаннан кейін аздап құямыз майды. Екі шетін аударып, қызартып, қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай дайын. 2 минутта дайын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді лавашымызды дайындайтын боламыз, донерімізді. Алдымен етімізді жақсылап турап алатын боламыз. Жалпақ етіп, үлкен-үлкен етіп, жұқа жалпақ етіп тураймыз. Етімізді турап болғаннан кейін енді пиязымызды турап алатын боламыз. Жұқалап турап аламыз. Енді картошкамызды қырғыштан өткізетін боламыз. Фри секілді қуырсаңыздар да болады. Мен осылай істедім. Жақсылап жуып, кептіріп қоятын боламыз. Табамызға майымызды құйып, май қызғаннан кейін пиязымызды салып, қуырып алатын боламыз. Қызыл түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Енді етімізді саламыз үстіне. Жақсылап араластырып, қуырып алатын боламыз. Етімізді де дәмдеуіш тұзды өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты қосасыздар. Етімізді қуырып болғаннан кейін бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Су шыққанша. Одан кейін соевый соусты құйып, араластырып, тағы да қақпағын жауып қалдырамыз. Бір жарты сағатқа. Енді қазанымызға майымызды құйып, картошкамызды, осылай жуып алған картошкамызды жақсылап кептіріп, май қызғаннан кейін қуырып алатын боламыз. Жақсылап қызыл түске енгенше қуырып аламыз. Картошкамызды қуырып болғаннан кейін енді қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Бір қызанақ, бір қиярды дайындап алдым. Ыдысымызға кетчуп пен майонезді құйып, араластырып аламыз. Лаваштың қамырын жайып, үстіне сүртіп аламыз. Енді барлығын ретімен теріп шығатын боламыз.
Etimizni salып алдық. Енді үстіне картошкамызды салып, үстінен қызанағымызды, қиярымызды теріп шығамыз. Және жақсылап, нығыздап орап шығамыз. Табамызға аздап май құйып, екі шетіні қызартып аламыз. Қалған лаваштарымызды да дәл осылай пісіріп шығатын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жанұяларыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді әрі сочный болып шықты. Ең бастысы балдарға ұнады. Егер рецепттерім ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін рахмет.